Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Бүгін біз 2008 жылдың Лада Приорасына су жаңа кілт оқытып жатырмыз. Себебі бұл көлікте иммобилайзер сөнген болатын, мастер кілті жоқ. Сондықтан мынандай пульт қосып бер дегесін қосып беріп жатырмыз. Енді осындай қызмет бар. Иммобилайзер сөніп жатсын немесе мастер кілт, кнопка жоқ, кілт жоғалып кетсе, бұларда кнопка оқытылмайды қайтадан. Сондықтан біз 2008 жылдың Приорасына оқытып берген сәт. Қазір көлікке салып тексеріп көреміз, жасай ма, жасамай ма. Сондықтан егер өздеріңізде осындай кілтіңіз бар, бірақ есікті ашпайды, жаппайтын болса, сізге оқытып бере аламын. Тек қана бір условие, көлігіңізде мына тетігін басқан кезде қызыл шам жану керек. Егер жанса, онда мен сізді сол кілтін қайта оқытып бере аламын. Сондықтан хабарласыңдар, бағасын барлығын дайректен, WhatsApp-тан, немесе Instagram-нан, TikTok-тан айтатын болам. Міне, мысал үшін мынандай жану керек. Міне, қазір осыны оқытып бердік. Міне, оқ деп жазып қойдық. Қазір барып көрейік, оқытылған ба, оқылмаған ба. Мен кнопканы басам, оны қалай білуге болатын, мен сізге қазір бір көрсетейін. Приорамыз осыдан кілт оқытқан болатынбыз. Қазір жабық тұр. Ашамыз. Екіншісін ашамыз. Ашылды. Осылай міне Приораларға, гранталарға кілт оқылады. Ашамыз. Ашылды. Хабарласыңдар достар, кілт керек болып жатса, егер өзіңіздікін жөндегіңіз келсе, қайтадан оқытқыңыз келсе, WhatsApp-қа, комментарийға, YouTube-қа, TikTok-қа жазсаңдар болады.